Көзді ашып жұмғанша өте шығар қасқағым сәт. Қамшының сабындай қысқа ғұмыр, осынау Алланың маңдайға жазған санаулы өмірін саналы өткермек ләзім. Ол адамзат баласына артылар маңызды мақсат, жауапты жүк. Ендеше ел үшін ерінбей еңбек етіп, ешкімге иненің жасуындай қиянат жасамай, азаматтық ар алдында бейкүнә таза, Гиппократ антына берік қалпында, халық жадында қалған тау тұлғаның бірі Асқар Сұлтанұлы Доспаев еді. Ол алдына келген барлық адамды білім білгімен ғана емес, жүрек мейірімімен, жылы жүзімен емдеді. Адамзаттың өмір нұрын көруіне көмектесті. Иә, Асқар Сұлтанұлының дәрігерлік ақ халаты қандай болса, жаны да сондай адал, жайдарлы тұғын. Үлгілі әке, қамқор бауыр, сенімді дос ретінде де адамдық мандатынан айнымады. Әттең, өмір қысқа қайрылды. 60-тың асқарынан асып пайғамбар жасына бет алған шақта беймезгіл өмірден өтті. Ағайын туыс, дос жарандары жарқын келбетті, иман жүзді жанынан бір-ақ сәтте айырылып қалды. Жүрек жылап, жанарда жас тұнды. Дегенмен артында ізін басар, еске алар ұрпақтар қалды, шүкір. Ақ халатты абзал жан. Ардақты азамат, білікті дәрігер, медицина ғылымдарының профессоры Асқар Сұлтанұлы Доспаев 1957 жылы Гурьев облысы Комсомольский поселкесінде дүниеге келген. Әке-шешесі ел қатарлы қарапайым азаматтар еді, үлгілі шаңырақ болатын. Жалпы, бала Асқардың бойындағы көркем қасиеттер түп-тектен дарыса керек. Өз заманында арғы ата-бабалар ел сыйлаған, аузы дуалы, сөзі уәлі кісілер болған десет көне көздер. Ендеше осындай абыздардан тараған Асқардың жаман болуы мүмкін еместі. Доспай деген атамыз Атырау облысы Қызылқоға ауданы Саркөл деген жерде үлкен жер бар. Сонда болыс болған адам. Өзі кішкентай бойлы, кішкентай күнде аттан құлап, аяғы сынып, бір аяғын сылтып басады екен. Сол кісі 2 рет Меккеге барып келді. Бұның бәрі біздің аталарымыздан естіген әңгімеміз. Екінші барғанында сол мұсылмандардың енді жер-жерден Турциядан, Ираннан, Ирактан келетін мұсылмандардың барлығы сол бірлесіп, сол жерде үлкен бір керуен сарай салыпты. 7-8 бай адамдар. Соның сосын бәрінің аттарын сол арабша сол жерге кім салғанын жөнінен аттарын бәрін соны жазып қойды. Енді оны мен өзім барып көрген де жоқпын о жаққа. Солардың ішінде сол біздің мына Доспай деген атамыздың да аты бар екен. Асқардың мінезі сол аталарын Доспай атамыздың мінезіне өте ұқсас деп өзім ойлап отырмын. Себебі енді бұл аталарын Доспай атамызды көрмесек те жаңағы айттым ғой мен. Үлкен өзіміздің аталарымыздан естідік, мінезінің қандай екен, жүріс-тұрысының қандай екен, айтқанынан қайтпайтын, қайсар адам екен, соны өзім ойлап, сол мына Асқардың мінезі, сол мына Доспай атасына тартты. Міне, асылдық қасиет ата-бабалары арқылы қанына сіңіп, былқыған Асқардың балалық кезі жарқын естеліктерге толы болды. Жүзі жылы еді, таудай талабы, білмекке деген ұмтылысы таңдай қақтыратын. Кішкентайынан ақ құрметпен сыйлаудың қадірін білетін. Адамыз қазақтан қалған бір сөз бар. Адам болар бала алысқа қарайды деген. Ал Асқар келешек көкжиегіне сеніммен көз тіккен еді. Осы орайда апасы Нағима Доспаева інісінің өзгелерден ерек болғанын айтады. Кішкентай кезінен бастап, 3 жастан бастап, 3, 4, 5 жастан бастап. Оның әрбір қылығы ерекше болатын, бәрімізді қуантатын. Оның шыдамсыздығы,
папам, мамам, әжем бәрі соның артында шалу жүретін еді. Ағайын туманың барлығы. Асқар ерекше болды. Кішкентай кезінде 4-5 жасында Асан екеуміз бір жерге барғанда қолымызға компьютер ұстататын болған ғой. Сонда Асан өзі бала ғой. Жегісі келетін шығар мүмкін, білмеймін айтыр. Соны деген жеместен әжеме әкеліп беретін еді. Сонда әжем айтатын еді, әй қыздың тамағы өзіне жақын ғой. Мынау ұл ғой. Сонда өзі жеместен маған әкеліп беріп тұр деп әжем мәз болатын еді. Әжем Асқарды өте жақсы көрді. Иә, бала Асқардың ойы өзінің қатарларынан әлде қайда озық болатын. Басқалары ойын ойнап, ойыншық жағаласа ол мектепке барғысы келіп, түсінбесе де кітаптың бетін ақтаратын, әріп тануға бекінетін. Бұл үйдегі тәлімді тәрбиенің де арқасы болса керек. Бұл ретте Забира әже мен Темірхан ағаның ықпалы зор. Олар Асқардың өмірінде ерекше орын алады. Абзал азаматтың адам болып, ғалым болып, қайраткер болып қалыптасуына жағдай жасады. Былайша айтқанда, адамдық асыл тұлғасының іргетасын құйды. Кішкентай күнде өзі ерекше мінезі болды, әртүрлі. Ең главный несі ерекшелігі. Ол тәрбие алғанын, мына Забира шешем, Сұлтан ағамның несі, мамасы так, и жаңағы Темірхан деген ағам болды. Марқұм болып кетті бәрді. Темірхан ағам біздің тума туысқандардың ішінде ең бірінші еркектердің ішінде жоғарғы білім алған. Губкин институтын Москвада бітіріп. Бәріміз сол кісіге жаңағы армиядағы сияқты шеренгеде тұрса, жаңағы направо налево деп айтады ғой. Сол кісіге сияқты қарап өстік. Әрбір адамның қолынан батырлық келмейді. Хирург болу үшін адамды хирургический пышақты ұстап, кесуді батыр болу керек. Сол менің інім Асқар ол батыр болды. Асқар Сұлтанұлы алғаш мектеп табалдырығын 1964 жылы аттады. Маңғышла облысы Бейнеу ауданындағы Сарықамыс орта мектебінде білім нәрін сіңірді. Ол мектеп қабырғасында жүргенде де үлгілі оқушы атанды. Үлгерімі жақсы еді. Білімді оқушылардың бірі болатын. Қоғамдық жұмыстарға да белсене араласушы еді. Қандай да бір шара өтсе, оны ұйымдастыруға немесе көмектесуге білек сыбана кірісетін. Асқар түрлі техникаға жаны құмартығын, әсіресе мотоцикл жүргізгенді, фотоға түсіргенді жақсы көретін еді дейді сыныптас достары. Сарғамыста жүрген мезгілімізде түрлі баламыз ғой енді, мектептің баласы, түрлі қызықты жағдайлар болады. Бір-бірімізге мынау үйіміз арасы алыс емес, бір 2 шақырымдай жер болар. Соған сенбі, жексенбі күндері қиылып бір-біріміздің сұрап тұрамыз үйге барып. Апамнан сұраймын, ол келіп біздің үйдегі мамамнан сұрайды, сымбат мамамнан сұрайды, біздің үйге бір күн қонсын деп. Қасына бізге ол мереке болатын. Біздің қасымызға барып бір күн қону, анда-санда сол жаңағы түнімен ұйықтамаймыз, әңгіме айтамыз. Ол кезде енді қазіргідей ұялы телефон деген жоқ. Үлкен түнімен телевизорда ол кезде жүрмейді. Ол әңгіме, оқыған кітаптарымызды, фантастика кітаптарды оқығанда айтамыз. Сосын бір-бірімізге жаңағы қорқынышты әңгімелер айтып, түнімен қорқып отыратын жағдайлар болған. Сосын енді жүргенде қарап отырмаймыз, фотоаппаратпен айналыстық. Фотоаппарат болды. Сонымен класстастарымызды бірінші кезекте. Сосын ағайын, таныс туыстарды көбін екеуміз фотоға түсіреміз күндіз. Сосын мынау Сарғамыста Тәнзиле деген апай болды. Сол Тәнзиле апаның үйінде бір бөлмені өзі кішкентай, бір 2-3 бөлмелі, соны бір бөлмесін бізге береді. Таңға дейін фото шығарамыз. Шығарып, бір талайын шығарамыз, бір 300-400 болатын шығар. Сосын ертеңіне, әсіресе мынау қыздарды көп түсіреміз ғой.
Иә, соған апарып таратамыз, әншейін таратамыз жаңағы. Ол кезде археолог деген мына заманда емес қой, жоқ ол кезде біз түсінбейміз оны. Иә, кәсіп деген түсінбейміз ол кезде. Ол ешкімге киіп көрген жоқ. Былай айтқанда бар, ол оқып жүргенде солай бір күлкісі бар, жақсы. Осы мында келіп анда жүргенде де сол мінезі, баяғы сол бала күндегі мінезі, сол қалыптасқан сол мінез. Бұл ешкіммен ұрысып, былай деген несі біз көрген жоқпыз әсем. Бала кезімізде де сондай болдық. Бір-бірімізге жаңағы бірдеме айтып, адам болады ғой, бала кезінде бір кішкентай іренісіп қаласың бір-біріңе. Бұл ондай неде болған жоқ бұл. Асқардың мінезі бар ғой. Бұл әлгі ер адам болсын, әйел адам болсын, бәріне де жаңағы күле қарап, білгенін айтып, сөйтіп жүретін жігіт. Оның азаматтығы, қамқорлығы әркімге деген. Ол ешкімге болмасын деп айтпайтын еді. Қолынан келген жақсылығын істейді бәрімізге. Асқар Сұлтанұлы 1974 жылы 10 жылдық мектепті тәмамдаған соң, бір жылдай Құлсары қаласындағы оңтүстік ембі мұнай барлау экспедициясында жұмыс істеді. Кейін 1975 жылдан бастап 1978 жылға дейін әскер қатарында азаматтық борышын өтеді. Нақтырақ айтсақ, Кеңес армиясының солтүстік флотында атомдық сүңгуір қайықта болды. Осылайша 3 жыл бойы борышын адал атқарып, қатардағы саптың алдынан табылды. Әскери өмірдің ащысы мен тұщысын көріп, азаматтық болмысын қалыптастырды. Ер жігіттерге тән шыдамдылық пен төзімділіктің үлгісін көрсетті. Әскердегі қанды көйлек жолдасы Шайзада Майтанов оның адал, сенімді дос болғанын тебірене баяндайды. 3 жыл служить еттік. Ешкімге әйтеуір абыройымызды төккен жоқпыз. Ешкімнің алдында басын Асқарда мен де иген жоқпыз жаңағы. Шынымды айтайын, бір қайсар жігіт болды. Қайтпас бір қайсар, батыл. Қазағым деген үшін жанын беретін еді. Адал. Жаңағы жанашыр, жолдасына деген, жақындарына деген жанашыр сондай жігіт болды енді. Бір көмек сұрай қойсаң, Асқардан бір не сұрай қойсаң, айтатын еді, қазір мен қарастырамын деп, сұрастырамын деп. Ақыры бір жауабын беретін еді. Ұмытпайды. Соны шаруаңды әйтеуір бітіруге дейін апаратын еді. Асқар аға әскерден аман есен оралған соң, балалық шағындағы дәрігер болсам деген арман жүзеге асыруға асықты. Сөйтіп Ақтөбе медицина институтына оқуға қабылданды. Бағдарға алған мамандығы хирург еді. Ол институтта да білімге құштарлығымен көзге түсті. Күні-түні ізденіп кітап оқып, мамандығының қыр-сырын меңгеруге талпынатын. Бірде-бір лекциядан қалмайтын, тіпті сабақ өтіп жатқанда тақырыпқа қатысты сұрақ қойып, білмекке деген қадамы көңіл қуантатын. Сол себепті оқытушылар оның келешегіне зор сеніммен қарады. Иә, ол болашақ мамандығын жанымен, жүрегімен сүйетін. Дәрігер болсам, елге қызмет қылсам деген арзу арманы көкірегінде сайрап тұрушы еді. Ол өмірінде я темекі тартып, я арақ ішіп, бір бұзақылық жасап, бір жақпас қылықтар жағынан өмірде көрінген емес. Сол салауатты өмір салты деп қазір айтып жатырмыз. Асқар сол уақыттан бастап салауатты өмір салтын сақтап келген адам. 7 сайын Моншаға барып, спорт үйірмелеріне қатысып, өзі бос уақыттарында спорт алаңдарына барып, жүгіріп, өзінің денсаулығын күтіп, өте
өзін өзі күтініп жүрген жолдасым. Ол өте өмірде таза киінетін, ұқыпты киетін, өте киімді сәндік үлгісімен киетін азамат болды. Қасымда сабаққа да бірге барамыз, сабақтан бірге келеміз, бір группадамыз, баратын жерімізде, келетін жерімізде бір болғаннан кейін мен сол Асқарға қарап, енді жасыратыным жоқ, кейбір таза болуды, киімге ұқыпты болуды, сәндік үлгісімен жарасып киінуді осы Асқардан үйренгенімді жаса алмаймын. Студент Асқар тазалықты, таза киініп жүруді жаны қалайтын. Дәрігерге керек қасиеттің бір ет бұл. Осылайша ақ халатының арына дақ түсірмеуге, кіршіксіз қызмет етуге студент кезінен ақ дағдыланды. Кейін інілерінде адалдық табалдырығынан аттамай абыройлы жұмыс істеуге тәрбиеледі. Ақтөбеден каникулға келгенде сонша күтетінен Асқарды. Негізінен келген сайын көп бір нәрселерге үйретеді. Ерінбей. Жүзуге үйретеді, мотоциклге отырғызып, машина айдатуға, қасынан тастамайтын. Студент болып келеді ауылға. Біз онда баламыз Құлсарда. Сонда ол негеден алып келеді жаңа кассеталарды. Бір жаңа музыкалар, жаңа итальяндық музыка, шетелдік музыкадан соның кассеттерін жазып алып, бір ауылдың бір мақтаныш болып жүретін кездерде болды. Ағам арқасында. Және үйде бір көлік болды. Сол көлік Асқар келгенде өзі көлік жақсы көретін. Жақсы айдайтын, жақсы көретін. Сол келген сайын машинаны қайта жуамыз. Кішкәдімгі жалтыратып бір жағын болып қойса, қолымыздан тәуіпқа түспейтін, бірақ ешқандай реніш жоқ. Сол Асқардың не келсең өзі қасымызда жүріп, қасымызда айтып жүретін. Осылай болу керек, осылай ету керек, дұрыс таза жүру керек деген. Осы өзінің киімдеріне бір ерекше болып, тап-таза болып жүретін. Аяқ киімі болсын, көлік болсын, сықиып жүретін. Асқарымыздан біз бірталай таяқты да жедік, қамады, ұрды, атты мылтықпен, қосауызбен. Бірақ енді адам болсын деп жасады, оның бәрін артынан ойлағанда. Адам біз енді жаспыз, бірдеңе білдіреміз. Жаңа Серік деген женім бар, Асқардан кішкенім ініміз, женіміз. Сол екеуміз бірталай қорлық көрдік жаңағы кімнен Асқардан. Енді былай айтқанда Асқар енді мына заманда жасаған оныкі ерлік. Ол енді дәрежесі жоғары болса да, профессор, доктор, медицинский наук болса да, тағы да басқа дәрежелері болып, оған қарамастан біздің Асқар олай тығылып қалған жоқ кабинетте. Онлайн деп отырған жоқ, ол тіке қиналып жатқан халыққа көмекке шапты, шешіліп білегін суанып. Сол енді былай айтқанда окопта тығылып қалған жоқ, тығылып жатқан жоқ. Ол тіке көмекке кетті. Тіке сол мезгілде қайнап жатқан коронавирус деген індеттің оғына ұшты деп, оғынан қаза тапты деп оған. Асқар Сұлтанұлы Ақтөбе медициналық институтында 7 жыл оқып дипломын алғаннан кейін 1985 жылы жолдамамен Ақтау қаласындағы облыстық ауруханаға жіберілді. Содан алғаш еңбек жолын дәрігер-хирург болып жауапты, һәм қиындығы мол қызметтен бастады. Іргелі медициналық мекемеде Асқар Сұлтанұлы білікті аға апаларынан білмегенін үйреніп, шеберлігін шыңдай түсті.
адам өміріне араша түсетін сын сағатта қобалжымады. Білген түйгенін тәжірибеде қолданып, жемісті жүзеге асырды. Ал 1986-1987 жылдары аралығында Форт Шевченко қаласындағы аудандық орталық ауруханада бөлім меңгерушісі, хирург ретінде жұмысын жалғастырды. Ал 1987 жылдан бастап 1991 жылға дейін Ақтаудағы облыстық ауруханада травматолог, хирург болып абыройлы еңбек етті. Мамандығына деген адалдығы болса керек, ол жұмысына өте жауапкершілікпен қарайтын. Себебі Асқар Сұлтанұлы өзінің қызметі адам тағдырымен байланысты екенін ұғынды. Тіпті қажет болса ұзақ уақытқа аурулы жанның қасынан табылып жылы сөйлеп жігер беретін. Әріптестермен де жақсы сыйласып қадір құрметін арттырды. Абзал азамат кейіннен медициналық білімін одан әрі жетілдіру, тереңдету мақсатында Алматы қаласындағы Сызғанов атындағы Қазақ ғылыми зерттеу институты және эксперименталды хирургия клиникалық ординатурасына оқуға түседі. Сөйтіп Асекең ғылым жолына бет бұрды. Жақсы маман екендігін көрсетті. Ғылымдық жағынан да қабілеті бар екендігін. Соның бәрін ескере отырып, Мұхтар Әлиевич ол кезде басшымыз, директор, осы кімге Асқарға ғылыми жұмысты ұсынды. Ол ординатураның кезінде ол әркімге ұсына бермейді. Өйткені ординатураның өзінің ерекше мақсаты бар. Бұл жерде маман практикалық тәжірибе алу керек, ғылыммен айналысуға ешқандай жатпайды негізгі мақсатына. Сонда да болса, соның бәрін ескере отырып, сондай жұмыс ұсынған. Енді бірге жүргеннен кейін, бір орталықта жүргеннен кейін, күні-түні бірге бөлімшелеріміз көршілес бөлімше, бір операционныйда. Сондықтан Асқардың тек қана жақсы жағынан біз еске аламыз. Ешқашанда бір ренжіп, дауыс көтеріп, я болмаса бір болмайтын іс-әрекет істеп жүрген ешқашанда байқаған жоқпыз. Мінезі өте керемет еді. Адамгершілік қасиетінен де өте тәрбиелі. Асқараға 1993 жылы клиникалық ординатураны бітірген соң Маңғыстау облысына қайта оралып, ауруханада торакалды хирург қызметіне орнықты. Күнделікті оташылық жұмыспен қатар ғылыми ізденістермен айналысты. Сол бір кездері торакалды хирургия тың бағыт еді. Асқар Сұлтанұлы медицина ғылымының жаңа саласын түбегейлі зерттеп, кеудеге ота жасаудың сын қырлы тәсілдерін меңгерді. Эндоскопиялық операцияның тиімді тұстарын зерделеді. Республика бойынша алғашқылардың бірі болып хирургияның жаңа әдісін тәжірибеге енгізді. Осы орайда білікті дәрігер 1996 жылы кандидаттық диссертациясын қорғап шығады. Жетекшісі атақты Мұхтар Әлиев еді. Бірақ Асқар Сұлтанұлы осы ғылыми жетістігімен тоқтаған жоқ. 1998 жылы Сызғанов атындағы ұлттық ғылыми хирургия орталығының 3 жылдық докторантурасына түседі. Сол жылы қазан айында аталған орталықтың Атырау облыстық филиалына директорлыққа тағайындалды. Жалпы Асқар ағаның медицинадағы ғылыми жұмыстарына жетекшілері де жоғары баға берген. Білікті дәрігер, ғалым ретінде оның пікірлерімен санасатын, торакалды хирургиядағы дәлел дәйектеріне күмән келтірмейтін. Олар Мұхтар Әлиев, Ғалымжан Боранқұлұлы сияқты елімізге танымал профессорлар еді. Адамгершілік мол, ел сыйлайтын. Өзі бұда қазақ дегенде сізде бір арымшыл еді ғой, бірақ арымшыл. Мына сейсенбі күні 12-шіға шықпайды. Сондай болды. Ешқашанда. Соның кейін жаңағы Ақтөбеде болсын, Маңғыстауда болсын, Алматыда болсын, ана елде бір нәрсе хабарлап болса, енді ас береді, Құдай Құран оқытады, садақ береді, соғынан қалыс келмейді. Бір сенбі жексенбі хабарласың, қайдасың? Жол үстінде қайда барасың? Сарығамысқа барасың. Несіне осылда жағдай, ағайындар жинап ас беріп не болды. Сондай болды. Ал енді мына танысқан еткеннен кейін артынан енді байқайсың. Қандай жігіт неме дегеннен де сынау керек қой. Сол қарасам өз мінез маған ұқсайды. Көп сөйлемейді. Қызметті бір уақытта саяқтайды.
ешқашында былай жай күлмейді. Күлсе, күлкін тоқтата салмайсың. Сондай, бірақ ашық, жүрегі таза жігіт туған. Сосын енді қонап, неге десеңіздер, шәкірттерім көп қой, соны бір үлкен кім Асқар. Должен сказать, что Аскар Султанович в то время уже занимался такой молодым направлением, как эндоскопическая хирургия. И в то время при некоторых заболеваниях органов грудной клетки, в частности легких, он уже начал активно использовать торакоскопию. В то время эти методы обследования не только в области, в Казахстане, в мире только начинали зарождаться. Аскар Султанович уже в то время вот эти эксудативные плевриты или неясные случаи при заболеваниях легких начал активно использовать именно торакоскопию. У него был большой опыт, и в этом плане накопил большое количество исследований. Мы даже планировали какую-то научную работу сделать. Вот эти методы диагностики, вот то, что он поставил, как говорится, обосновал методику этих обследований, показания к ним. Вот эту методику мы используем до сих пор. Иә, ақ халатты абзал азаматтың ғылыми монографиялары мен мақалалары талай рет газет беттерінде басылған, кітапқа хатталған. Әсіресе өкпе және тыныс алу жүйесін зерттейтін ғылым пульмонология саласындағы жаңашылдықтары құндылығымен ерекше. Асқар Сұлтанұлы мемлекеттік қызметте де абыройлы болған жан. Ол 2000-2002 жылдары Маңғыстау облыстық денсаулық сақтау басқармасына басшылық етті. Халқының денсаулығы үшін маңдай терін төгіп, олардың алғысын арқалады дейді немере ағасы Жодаман Доспаев. Мына жұртпенен тіл табысқыш, жұртпенен жақсы сөйлесе білетін арқылы өте жұрттың алдында өзінің үлкен авторитетке ие болды. Себебі енді біз мына ініміз болғасын, сол жерде енді мен Ақтауда өзім көп жылдар тұрдым. Сонда мына енді дәрігерлерден сұрайын, бұл мына бастықтарыңыз қалай, мына облыстың бастығы енді жұмысы қалай, өзінің тәртібі қалай, жұртпен араласуы қалай, сөйлесуі қалай деп неткенде әйтеуір мына дәрігерлер мақтайды. Мен бірақ енді ол кісілерге айтқан жоқпын, мен сол Асқардың ағасымын деп. Соған қарағанда бұл өзі дәрігерлердің алдында да бәрінде де өзінің үлкен авторитеті болған жігіт. Асқар Сұлтанұлы 2002 жылдың тамызынан бастап Ақтөбе қаласындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық академиясында фтизиопульмонология кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды. 2003 жылы аталған оқу орнының проректоры, сонымен қатар туберкулез проблемалары ұлттық орталығы Ақтөбе филиалының директоры, 2005 жылдан 2008 жылға дейін Еуразия медициналық орталығы Хромтау ауданындағы филиалының директоры, 2008-2010 жылдары Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университетіне қарасты медициналық орталықтың директоры. 2010-2011 жылдары аталған университеттің фтизиатрия және дерматовенерология кафедрасының меңгерушісі болып еңбек етті. Содан соң 2011 жылдан бастап дүние Ақтөбе университетінің ректорлығына тағайындалып, жемісті жұмыс істеді. Ал 2013 жылы Оспанов атындағы медициналық университетінің фтизиатрия және дерматовенерология кафедрасының жетекшісі. Кейіннен 2018 жылы осы кафедраның профессоры болды. Сондай-ақ 2004 жылы академик Әлиевтің жетекшілігімен докторлық диссертациясын толық қорғады. Асқар аға өзі түлеп ұшқан білім ордасында бірнеше жыл басшылық қызметтер атқарып, оқу орнының дамуына елеулі үлес қосты. Хирургия бағытындағы ғылыми жұмыстарын теориямен қатар тәжірибеде қолданып, шебер ұштастыратын. Ол медициналық терминдердің энциклопедиялық сөздік атты бірегей кітаптың авторы атанды. Бүгінгі таңда бұл туынды дәрігерлер мен
студенттер үшін таптырмас құралға айналған. С приходом Аскара Султановича у нас произошли на кафедре качественные изменения, омолодился профессорско-преподавательский состав, активизировалась научная деятельность кафедры. Аскар Султанович, профессор Доспаев Аскар Султанович, является автором 6 монографий, 196 статей, 7 изобретений, 22 рационализаторских предложений. В нашей клинической базе это областной противотуберкулезный диспансер, ныне это фтизиопульмонологический центр. При непосредственной инициативе Аскара Султановича была внедрена новая технология диагностики и лечения заболеваний плевры и легких. Это эндовидеоторакоскопия, которая позволила качественно улучшить диагностику и лечение больных с пульмонологического профиля. Его труды посвящены вопросам легочной хирургии, или мы говорим таракальной хирургии, травматологии, общей хирургии, где он подготовил целую плеяду учеников, которые разбросаны не только по всему Казахстану, но и по всему ближнему и дальнему зарубежью. Его интеллигентность, его добросовестность, его отзывчивость, исполнитель характеризует его как человека с большой буквы. Также хочется отметить, при всем том, что он серьезный педагог, он и отзывчивый человек, очень исполнительный человек и добропорядочный семьянин. И хочется отметить одно из больших достижений в стенах этого вуза. Это совместная работа с академиком Хожа Абдукаримовичем Жаманкуловым, где он является соавтором. Это медициналық терминдердің энциклопедиялық сөздігі, которая выпущена в трехтомником. И хочется отметить, что она даже номиновалась в лауреаты госпремии. Но хотя они не стали лауреатами госпремии, но зато это большой вклад в кузницу нашего вуза. Әлбетте, Аскар Султанұлы Қазақстан медицинасының дамуына өлшеусіз үлес қосты. Атқарған еңбектері ескерусіз қалған жоқ. Бірнеше медальдармен, алғыс хаттар және грамоталармен ұлықталды. Есімі тарих парағында алтын әріптермен жазылды. Алтын дәрігер медалімен Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласының үздігі төсбелгісін кеудесіне тақты. Аскар әкенің көркем қасиеттер бір адамға жетерлік етті. Жақсы бастамаға жан тәнімен құмар болатын. Қиналғанға қол ұшын созуға, көмектесуге әркез дайын тұратын. Түйіндеп айтқанда, аузын ашса көмекейі көрінетін ақ көңіл, ағайын туыстарына ет жақын бауырмал, ешкімге ренжімейтін, өзі де ренжітпейтін нар тұлға еді. 90-шы жылдарға қарсы біздер Ақтауға қыдырып бардық семьямызбен. Қыдырып барғаннан кейін осы үй салғанда шамасы белімде кінәраттар болған шығар. Мен дәрігердің көмегі қажет болды, белім қатты ауырды. Сол кезде мені Асқар ауруханаға салып, содан бір ай жатып емделдім. Асқар мені қаламен таныстырды сол кезде. Таныстырып, жалпы әңгіменің екеуміз енді қатар болатынбыз. Әңгіменің шығуы, сен неге осы Ақтауға қарай келмейсің? Жалпы Ақтауды өзің көріп отырсың, әдемі Ақшаңқан қала, келуіңе болады ғой, мен келіп жатсаң, мен саған көмектесем. Жалпы жұмысқа орналасуың болсын, басқа да жағдайларда көмектесуге әзірмін деді. Мен ол кезде дәл қазір ондай ойым болмағанмен де көшем деген. Бірақ Ақтау қалам маған ұнады. Содан кейін сол мен Ақтаудан кетіп қалдым. Артынан Асқарға хабарластым. Мен сол Ақтауға барғым келеді. 90-шы жылдардың май айында мен сол жаққа жұмысқа баратын болдым. Оның сол кездегі беделінің арқасында мен жұмысқа орналастым. Артынан мен бір әңгіме естім, әңгіме шоу енді әр уақыт туыстардың арасында жүреді ғой. Сол кезде Сұлтан әкемізге айтқан екен Асқар.
солай да солай жасқа образование жалғасты, Ақтауға алдырғым келіп жатыр деп. Мақұл депті әкеміз. Жақсы, бірақ сен өз үйіңнің жұмысына жұмсамайсың. Еш уақытта мен мынадай жақсылық жасадым деп айтпайсың деп айтқан екен ол кісі. Тапсырмалар берген екен. Соны Асқар орындады. Еш уақытта да ол айтқан жоқ. Мен жұмысқа орналастырдым, бәлен түген деп. Болмаса өз үйінің жұмысына жұмсаған жоқ. Это был прекрасный, добрый, отзывчивый, очень хороший человек, на которого всегда все надеялись и знали, что Оскар Султанович всегда придет на помощь, всегда окажет содействие. Очень любил своих родных и близких, всегда бегал, договаривался, занимался обследованием, лечением, всегда отзывался о своей родне с большим трепетом, всегда любил своих. А в студенческие годы он был активный, очень, но был взрослый. Он для нас был недосягаемый, мы не могли с ним общаться, потому что воспитание позволяло, он старше, как к нему. А после уже окончания мединститута, когда мы начали работать, тогда уже появились такие более близкие отношения, и потом нас связывали симпатии друг к другу, мы хотели общаться, дружить друг с другом. Все как бы то, что существует в жизни простой, мы всегда хотели быть вместе и делиться радостями и горестями. Так и у нас с Оскаром было, с Оскаром Султановичем. И он был для меня как старший брат. И я всегда с уважением к нему относился. Ұрпағың өзіңді айтып мақтанады, ұлағат өсиетің жатталады. Қош әке, нұрлы жүзің адал бейнең мәңгілік жүректерде сақталады. Мейірімді жан едің, жүрегі таза, дертіңе бола алмады ешбір дауа. Топырағың әкежан торқа болсын, жұмақтан орын бергей хақ тағала. Аяулы әке Асқар Сұлтанұлы ұрпағын қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқыттырмай өсірді. Қыздарын аман болсыншы, бақытты болсыншы деп күн кешті. Бүгінде Асқар Сұлтанұлының қыздары дүниенің бір кірпіші болып қаланып, ел қатарлы тұрмыс тіршілігін жалғаған, әр салада жемісті жұмыс істеуде. Қазіргі уақытта үлкен 2 қызы тұрмысқа шыққан, олардан өрбіген бір топ жиені бар. Шүкір. Осы орайда Асқар ағаның қыздары жөнінде тоқталып өтсек, тұңғышы Қалиса қоғамдық денсаулық сақтау магистрі, денсаулық сақтау менеджментінің магистрі, денсаулықты нығайту бойынша философия магистрі. Екінші қызы Жания Қаржыгер, директор, Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің MBA дәрежесі, СИМА халықаралық біліктілігінің сертификатталған маманы. Үшіншісі Назерке таэквондошы, қара белбеудің 1-ші дан иегері. Ол 5 мәрте Қазақстан чемпионы, 2 мәрте әлем чемпионы атанған батыр қыз. Ал кенжесі Мейірім мектеп оқушысы, 8-ші сыныпта білім алады. Осы орайда Асқар Сұлтанұлы өмірінің соңына дейін құдаларына деген сыйластығын жоғары деңгейде ұстағанын айта кетейік. Өзі де олардың төріне жайғасып, қадір құрметін көрді. Врача бөлінеміз былай. Врач техник, операция күші жасайды и диагноз. Врачи отбоғы болу үшін, мысалға, жақсы диагноз қою керек, 100%. Сосын сол диагнозын етіп и операция керек, жақсы. Вот сондай и тағы да жаңағы бұлай операция жасағанда техника дейді, техника операция дейді. Сол операция жасағанда филигранный техника болу керек. Вот Асеке сондай врачтарға жатады. Асекен десін адам берсілігі, врач жағынан да, қай жағынан, әр жағынан алсам өте керемет адам. Аллаға мындай рахмет, осындай құдалар маған кездескеніне. Сол бірақ Асекен өкінішке орай қазір жоқ. Асқар аға өмірдің соңғы жылдарында білім беру саласында жаңа идеяларын жүзеге асырып, Құлсары қаласында гуманитарлық техникалық колледждің негізін қалаған еді.
Қазіргі таңда бұл білім ордасы өз міндетін толық атқарып келеді. Осы колледж басталғалы Асқар Сұлтанұлы әрдайым келіп, өзінің қарапайымдылығымен әрбір мұғалімдермен сөйлесіп, үй жағдайын біліп, бәрімізге деніміз сау болсын, осы колледжде жұмысты жалғастыруға ұсынды. Енді сол 10 жылдан бері біздің колледж жұмыс жасап жатырмыз. Әрбір шаруамызға жақсы үйлесіп келе жатырмыз. Әрбір шарамызға Асқар Сұлтанұлы уақыт тауып, қатысып, бірге жұмыс жасап келе жатқан жайымыз бар еді. Енді өзі жағдайларымызды біліп, не жетіспейді, бәрін жеткізіп, әлі алдымызда тұрған армандарымыз көп еді, мақсатымыз көп еді. Иә, адамдар бұл өмірге қонақ деген рас. 2020 жылдың 5 шілдесінде білікті дәрігер, шебер хирург, медицина ғылымдарының докторы, профессор Асқар Сұлтанұлы Доспаев пневмония дертінен көз жұмды. Мысқылдап келген ауру ақыры алып тынды. Бұдан өткен зор өкініш болар ма? Қазақ медицинасы қара жамылды, орны толмас қаза. Дегенмен Алланың бұйрығымен адамдар келмек парыз, кетпек парыз. Маңдайға жазылған пешенеден асып, қолдан келер айла жоқ. Асқар Сұлтанұлының ойлаған жоспарлары, бағдарға алған белестері көп еді. Медициналық орталық ашам деген жарқын жоспары бар тұғын. Беймезгіл келген ажал асқақ армандарды өзімен бірге алып кетті. Артында сағыныштан көз жасы мөлдіреп ағайын туыстары, ұрпақтары, жұмыстас достар қалды. Енді аруағымен соларды желеп жебеп жатқай. Жатқан жеріңіз жарық, топырағыңыз торқа болсын. Бақи бол, ақ халатты абзал жан.